Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында жасалу жолы оңай әрі өте дәмді болып шығатын бисквит тортын дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен құрғақ ыдысыма 3 жұмыртқамды саламын. Шым тұз, ванилин және қант салып, миксердің көмегімен қантым толық ерігенше араластырып шығамын. Араластырып болғаннан кейін массамның ішіне сұйық майымды, бөлме температурасында сүтімді салып, миксердің көмегімен 2 минут араластырамын. Одан кейін ұнымның ішіне қопсқыш салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, дайын болған массама 2 бөлікке бөліп, сетадан өткізіп, дәл видеодадай салып шығамын. Миксердің көмегімен бір масса шыққанша араластырып аламын. Массам дайын болғаннан кейін табама салып, пеште 180 градуста 35 минутта пісіріп алатын боламын. Бисквит тортым дайын болды. Бетін сахарный пудрамен сетадан өткізіп, әдемілеп шығатын боламын. Міндетті түрде осы бисквит тортты жасап көріңіздер. Видеом ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Толық рецепті грамын төменде қалдыратын боламын.